Бір нәрсені бастау үшін ұлы адам болу міндетті емес, бірақ ұлы болғыңыз келсе, бастау сіздің парызыңыз. Өзгелердің пікірі сіз үшін шындыққа айналмауы тиіс. Жаратқанға сенім секілді, өзіңізге деген сенім де көп ғажайыптар жасай алады. Күмәнді шындықтан нанатын өтірік артық. Ұлы шешімнің бастамасы өзіңізге деген сенімділікте жатыр. Бойымыздағы сенімділік өзгелерге де сеніммен қарауға көмектеседі. Тапсырманы емес, оның шешімін көбірек ойлаңыз. Өзіңіздің бірегей екендігіңізді мойындаған кезде өзгелердің бұл ойыңызбен келіспеске амалы болмайды. Еш уақытта үнсіз қалмаңыз. Құрбанның рөлін сомдаудан аулақ болыңыз. Өміріңіз жай ғана қабылдай салудан құралмағаны жөн. Адамның ойы ұшқыр болатындықтан санаңыздың ұлы ойлармен қоректендіріңіз. Өмірде тек өзіңізді түбегейлі өзгерте аласыз. Өмірдің сізден не күтетіні туралы сұрамаңыз. Тек тірі жүру үшін ненің көмектесетінін біліңіз. Артынша сол іспен айналысыңыз. Өйткені әлемге, өмірге құштар адамдар керек. Өзінде барды өзгелерге бере алмайтын адам, өзгелерде барды көре алмайды. Бір жақсы қасиетіңді толық көрсетуге жақсы қасиеттің көптігі кедергі келтіреді. Өмір теңіз, тағдыр кеме, ал кемең суға батпас үшін өзің капитан болуың керек. Уайым ертеңгі мәселені шешпейді, тек бүгінгі мазаны алады. Өмір деген осы, бүгін бар, ертең жоқсың. Сен кетті екен деп өмір өзен ағысын өзгертпейді. Бақыт дегеніміз сіздің ойлағаныңыз, айтқаныңыз бен жасағаныңыз үйлесімді болуы. Адам кірпіш сияқты, күйген сайын қатая түседі. Менің рұқсатымсыз ешкім мені ренжіте алмайды. Даналық бұл басқа адамдарға деген ықыласпен қарау қабілеті. Сайып келгенде, егер сіз ренжісеңіз, онда сіз емессіз, бірақ оның іс-әрекетінің салдары туралы білмейтін адамда. Кешіру қабілеті күштінің қасиеті. Әлсіздер кешірмейді. Сізді ренжітті. Адамды кешіріңіз, өзіңізді ауыр ойлардан, ал оны ықтимал жаудан босатыңыз. Екі қабір қазудың қажеті жоқ, кек алудың қажеті жоқ. Жақсылықты, сүйіспеншілік пен нәзіктікті қалыптастыру керек. Ертең өлетін сияқты өмір сүр, мәңгілік өмір сүргіңіз келетіндей біліңіз. Көптеген адамдар 40-50 жылдан кейін жаңа ақпаратты үйренудің немесе игерудің қажеті жоқ деп санайды. Олар кезінде жинақтаған тәжірибені білу және қабілетті болу жеткілікті деп санайды. Өзіңнен жоғары өсу еш қашан кеш емес. Әйтпесе өмірге деген талғам мен қызығушылық жоғалады. Жан тыныштығы жақсы өмір сүрудің жаршысы. Өйткені алаңсыз, уайымсыз өмір сүру бұл сіздің жетістігіңіз. Кешірім іште жатқан үлкен ұлылық, бірақ осынау ұлылықты сыртқа шығару үшін тәкаппарлықтың алдын өту керек. Бірінші түсініп көріңіз, содан кейін барып
өзіңізді түсінгенін қалаңыз. Дәл қазір сіз қандай ой ойлап отырсаңыз, сол ойдың жетістігіне кетесіз. Ал ойлаған ойға күш түсіріп, оны бақылай білмесеңіз, сіз әр ісіңізге жауап бере аласыз. Жан дүниенің үйлесімділігімен өмір сүріңіз. Тіршіліктің әр күні ләззат, шаттық. Оны кей пенде сезінеді, кей пенде сезінбейді. Тіршіліктің әр күнін бақыт деп сана. Өмірде әр нәрседен хабарың болса да, адамның мінез құлқын білмей кетесің. Өткен өмірдің берер сабағы үлгі өнегесі көп-ақ, бірақ оған қорытынды жасап ойланбаймыз. Әр адамның өмірде бақытты және бақытсыз болуы, табысты және табыссыз болуы өз қолында. Өзгелерге пайдалы адам мәндірек, өзіне пайдалы адам ұзағырақ өмір сүреді. Қызғаншақтық атақ құмарлықтың әпкесі. Мақсатын сезінбеген істің мәні де шамалы. Көп адам басқаның көзімен көру, басқаның құлағымен есту, басқаның жүрегімен сезіну дегеннің не екенін де білмейді, оған үрейленбейді. Көп адам өмір сүруден қорқады. Бір рет алған әсердің әсері жойылмайды. Кез келген көңіл-күй құбылысы нақты бір мақсатқа сәйкес келеді. Нәпсі құмарлық мәселесі төңірегіндегі наным сенімнен аяқ алып жүру қиын. Көп адам қорқынышқа бейім тұрады. Ұялшақтық кісінің басқалармен араласқысы келмейтіндігінің бір белгісі. Адам болу өз кемшілігін өзі сезіну деген сөз. Адамның ішкі жан дүниесіндегі қимыл қозғалыстың бәрі одан әрі алға басуға әзірлік. Алға басқан қадамның бәрі кемшіліктердің көзін жою жөніндегі қажеттілік. Сайып келгенде екі бойжеткен бір бойжеткенге жетпейді. Адам баласы ұдайы жанын жеп жүріп, бір қателіктен екінші қателікке ұрынады. Шүкіршілік етері екіншісі біріншісінен гөрі азырақ қате болуы мүмкін. Егер біз жазаны қатайта түсер болсақ, қылмыскерді қорытумен бірге оның өзінің ерлік жасап жүргендігіне деген сенімін де күшейте түсеміз. Егер адам жылап алғаннан кейін өзін жеңіл сезінер болса, бұл оның қалыптасқан жағдайды айыптаушы деңгейіне көтеріле алғандығының белгісі. Өмір қашанда жалғасын табуға ұмтылады. Өмірлік күш те соңғы сәтіне шейін күрессіз беріліп көрген емес. Үнемі кілтін жоғалтып, немесе оны қай жерге қойғанын ұмытып қалып жүретін үй шаруасындағы әйелдер әдетте өздерінің үй шаруасындағы әйел рөліне көңілдері толмай жүрген әйелдер. Егер дүниедегі ең күшті адамдар кімдер деген сауалға жауап іздер болсақ, алдымен сәбилерді атау қисынды болар еді. Олар бағыну дегеннің не екенін білмейді, ал өз биліктерін жүргізбейтін жерлері жоқ.
Өмір адамды өзгерте алмайды. Бұлай істеуге адамның көрсе қызарлығы мен даңқ құмарлығы мүмкіндік бермейді. Адамның шынайы өмір салты қиын жағдайларға анық байқалады. Сәтті аяқталатын сиқырлы ертегілердің қай-қайсысы болсын, адамзаттың бақытты болашаққа деген үміті ешқашан әлсіреп көрмегендігінің дәлелі. Уақытты өлтіру үшін көздеудің де қажеті жоқ. Қателеспейтін кісі жоқ. Маңызды нәрсе сол қателіктерді жоюға болатындығы. Адамдар қиындықты ақылмен жеңеді. Өтірік ақиқатты айтуға батылдық жетпеумен тікелей байланысты құбылыс. Ештеңені жүрекке жақын қабылдама. Жақын қабылдасаң, жадыңда ұстағың келеді. Жадыңда ұстаған жаныңа ауыр тиеді. Өзен ағысымен өлі балық қана жүзеді. Арнама тіркеліп өтіңіз. Комментарийге өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз.